Су қойғыштар сәуір айында сіздерде мына төртінші салаларыңызда өзгерістер келеді. Және бұлар бір жаңалық ретінде, немесе бір сізді кейде бір шоктық жағдайға да түсіруі мүмкін басында. Ал кейін барып түсініп, соның сізге өте қолайлы болған, сол арқылы өміріңізде өзгерістер келгенін байқайтын боласыздар. Бұл төртінші салаларыңыз: отбасы, жанұя, әулет, үй, жер, мал, жер шаруашылығы, және балаларыңыз, қызыңыз, балаңыз үйлену, немесе балаңыз жаңа фундамент үй салу, немесе қызыңыз тұрмысқа шығу, немесе солардың бір денсаулығы, оқуы, әулетіңіздегі бір маңызды іс-шаралар, немесе үй сатып алуыңыз, орын ауыстыруыңыз, өзге қалаға көшуіңіз, осындай тақырыптар алдарыңызға қояды. Және сәтті, өйткені Юпитер менен Уранның аспектісі. Сол жерде сіздерге келетін бір жаңалықтар болады. Және барлық нәрседе сәуір айы бойы жаңаға қарай ұмтылу керек екендеріңізді ұсынады. 24 сәуірде Саршаян белгісінде айдың толуы болады. Ай толу дегеніміз бұл барлық нәрсенің кульминациясы, шарықтау шегі, нәтижелер шығатын кезең. Дәл осы кезеңде сіздер басқа бір қалаларға, басқа елдерге осы уақыттан бастап, немесе осы кезеңге дейін бір ел, жер қыдыруға, ел тануға, немесе бір емделуге шығуларыңыз мүмкін. Және сот істермен, қағаздармен жүрулеріңіз мүмкін. Немесе өмірлеріңізде өмірлік бір ұстаздар кездестіріп, немесе өмірлік бір кәсіптеріңізді ашу. Және өмірлеріңізде сіздерге үнемі жаңағы қасыңызға көмек беретін, сізге поддержка болатын өмірлік бір жандар кездестіру, немесе ақшалы, абыройлы бір қолдаушылар кездестіру кезеңдеріңіз болады. Күн мен ай тұтылған кезеңде. Және ақшалар түсетін кездеріңіз шоттарыңызға, немесе қарыздарыңызды беретін, немесе бір сот істерінде бір ақшалар жинап, немесе бір ажырасу, немесе алименттер торлап, немесе бұрыннан енді бұл ақша келмейді ау деген жерлердің барлығы табанысынан сол жерлерден хабарлар келуі мүмкін осы сәуір айында. Сіздерге қарай, сіздерге оңды шешілетін, немесе ипотека, немесе бір мүліктік бір жанжалдар болса, сол жерлерде бір кризистік жерлерден келеді сіздерге. Күннің тұтылуы